Берегите, почему вы трогаете вообще мою ногу? Kızlar aşık yiyen кезде оларға яғни ал жігіт баланы что за суета? Не болды, бота? Бұтымды ашып жатыр да камераның алдына келіп. Еще бұтымды ұстап жатыр. Что за суета здесь творится? Алты аяғын бұл дұрыс емес. Мен аяғымды ұстап, бұтымды камераға ашып жатыр анау жерде. Жау етегінде Алтай қарап отыр. Алдыға жақсы нәрсе істейін деп басыңыз бәлеге қалды. Расымен де. Дұрыс, енді ботаның анасынан да әкесінен кешірім сұрайын. Бірақ енді сондай бір ашуым бар да, бір қысқа киіп тұрып, көрсем нұқығым келеді да сол нәрсе. Просто осылай. Мысалы Аружан отыр. Иә, оны Аружанға да өшіріп отқан кезде айттым жаңа эфир басында. Қысқа ғой деймін. Ол екінші партта сенен сұрады өзің. Киіп келейінші, ауыстырып келейінші, Алтайға что-то не то қарап отыр. Ұрсып жатыр маған деп жатыр ғой. Бірақ сөзін ұзылқан жоқ, әлі сол киіммен отыр. Отқан кезде қысқа болады ол. Бірақ айттым Аружан саған, мына қысқа. Бұл айтты, екінші партта ауыстырып келем деді. Ауыстырып келем деді ма сен? Ей, жаңасы екінші партта ұзын киіп келем, бола ма деп надан сұрақ. Мен айттым, Асылханнан сұрасай оны дедім саған. Ұзын киіп емес, мен сыртынан может кажак киіп аламын. Жауып келейінші дедім, жауып алсам бола ма? Жоқпын, кажак киіп келем дедім. Алтай аға сізде жаңа бота ортаға билемей қойды ғой сізбен. Орнына кетіп қалды ғой, соған кек алып отырғансыз ба? Биге тарттың ғой сен. Жоқ, оны жаңа Камила ханым сұрақ қойып қойды ғой, неге билемедіңіз, көңіл-күйім болмады деді ғой. Маған үміткер мені ренжітті. Мен ойладым. Сізге бәрібір неприятно болып қалды ғой. Жоқ, ондай емес, мәселе ондай емес. Сосын мен ойладым. Ойбай, үміткер мені ренжітті деген үміткер бір дөрекі нәрсе істеп қойма деп ойласам, әшейін бір сағат күткенге бола. Нет, это не әшейін. Ой, вы чё? Ол жігіт болғаннан кейін ол бота шақырып тұр негізі. Жігіт шақыру керек біріншіден. Екіншіден, қазір сезон каток ашылды. Ол лестницаға жазда баруға болады. Қазір енді білмеймін, жігіттің көп күнәсі бар ол жерде. Дұрыс, айтшы кенже дұрыстап. Жап деді саған. Алтай ағаның істеген іс-әрекет дұрыс емес. Мен қарындасым болатын болса, солай істейтін болса, мен келіп қолым сыдырып бір жеріне тығып қоюшы едім.